Сәлем қыздар, бүгін сіздермен гүлханым деп аталатын ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Кейбір жерлерде гүл манты, роза манты деп те атайды. Алдымен қамырымызды илеп дайындап аламыз. Қамырды кәдімгі бешбармаққа, күнделікті мантыға илеп жүрген секілді қаттылау етіп қамыр илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, таза салапанға салып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына бізде тартылған ет, пияз, дәміне қарай қарапыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. 2 зуалақ қамырымызды да жұқалап, жайып дайындап аламыз. Жайылған қамырды ұзыншалап, осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Ортасына міндетті түрде сұйық май жағып шығамыз. Салмамызды салып, видеода көрсетілген секілді, роза секілді мантымызды орап шығамыз. Мантымыздың барлығын манты қазанның листіне салып, 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің тағам өте дәмді және де өте тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде рецептін сақтап алып, жасап көріңіз.